саламатсыздар ма, балалар? Балалар, бүгін көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша, балалар, жақсы. Онда балалар топқа бөлінеміз. Қима қағаздарды алып 4 топқа бөлінеміз. Бірінші топ уран, екінші топ мұнай, үшінші топ көмір, төртінші топ газ. Шарт белгілер арқылы бөлініп жатырмыз, иә, балалар? Ал балалар осы сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіреміз. Елжан, Қазақстанда мұнай өңдейтін заводтар орналасқан қалаларды картада көрсетеміз. Бізде Павлодар, Шымкент, Атырау. Өте тамаша. Отыра беріңіз. Жалғастырамыз, балалар. Нұрай, көмірдің кен орындарын картадан көрсетіңіз. Екібастұз. Өте тамаша, иә, балалар? Қарағанды, Екібастұз өте жақсы көрсетті. Жарайсыз. Жалғастырамыз. Ақерке, Қарағанды көмірін кім ашты? Қарағанды көмір алабын ашқан Аппақ Байжанов. Тамаша. Орал төре, Екібастұз көмірін алабын кім ашты? Қасым Пішенбаев. Өте тамаша. Назерке, Екібастұз көмірінің сапасы қандай? Сапасы өте төмен және де ол ашық әдіспен өндіріледі. Жақсы, тамаша. Жильназ, Қарағанды көмірінің сапасы неге жоғары? Қарағанды көмір алабының сапасы өте жоғары, оның қалыңдығы 1200 метр. Шахталық әдіспен өндіріледі. Өндіріледі. Өте тамаша, жақсы отыра. Айзере, отын өнеркәсібі неше түрге бөлінеді? 3 түрге бөлінеді, газ, мұнай, көмір. Тамаша. Аяшан, қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Сәтбаев орталық Қазақстандағы қандай металдарды ашты? Мыс көмір. Мыс көмір. Картада көрсетеміз, иә? Көмірдің кен алабы. Жақсы, тамаша. Балалар, Қаныш Сәтбаев биыл неше жасқа толды? 125 жасын тойладық па? Иә. Тойладық. Онда алдымызға қараймыз, балалар. Балалар, отын энергетика кешені туралы бейнеролик көреміз. Өндірілетін энергияның негізгі көзі мұнай болып табылады. Энергияның жалпы көлемі 40%-ды құрайды. Қазақстанда мұнай мен газдың едәуір қоры бар. Ашылған кен орындарының өзінде ғана 7 миллиард тоннадан аса мұнай мен 1 триллион километр кубтан аса газ бар. Мұнай шығарудан көне өндірістік одақ болып М-нефть табылады. Оның кен орындарында мұнай 1899 жылдан бастап табыла бастады. Одан кейін 2 мұнай кәсіпорны Тасор мен Мақат пайдалануға берілді. Ең бір кен орындарының мұнайы өзінің жоғары сапасымен ерекшеленеді. Одан жоғары октанды отын мен майлар алынады. 90 жылдардан бастап қазақстандық мұнай-газ кешеніне шетелдік инвесторлар келе бастады. Ірі ұлтаралық корпорациялар кен орындарын барлау мен игеруді бастады. Мұндайда америкалық, еуропалық және
қытайлық компанияларға айрықша көңіл бөлген. Ірі кәсіпкерлер Chevron, Аджип, Қытай мұнай-газ компаниясы, Лукойл, Газпром және қазақстандық кен орындарының жарқын болашағын көретін басқа да компаниялар. Мысалға, 2013 жылдың қазан айының басында аумақтағы ірі кен орындарының бірі Қашаған кен орнында мұнай өндіру басталды. Ал балалар, бейнероликтен біз не туралы көрдік, кім не айта алады? Айзере. Так, я уже заказывал. Я в прошлый раз. Біз бейнероликте отын энергетика туралы көрдік және де мұнай өндірісінің бірнеше компанияларды және қалай шығарылатынын білдік. Және де 2013 жылғы Қашаған мұнай өндірісі зауыты жайлы білдік. Тамаша. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы не болды? Назерке? Қазақстан шаруашылығы салалары. Өте тамаша. Балалар, бүгін біздің сабағымыздың мақсаты Қазақстан шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды. Онда балалар, Қазақстанның шаруашылық салалары бойынша бірінші топ өнеркәсіп салаларына сипаттама берудің жоспары, екінші топ мұнай өнеркәсібі, үшінші топ газ өнеркәсібі, төртінші топ көмір өнеркәсібі. Фрайер әдісі арқылы естиміз балалар, постер жасаймыз. 10 минут уақыт береміз.
Olsak bağlar, tişsiniz. Vergimizde belirleyeceğiz, değil mi? Bozsak bağlar, vergimizi vereyim. Görünüşüne kadar bu kilesi kayda kadar top dayım oldu. Görünüşüne kadar dayım oldu. Tamam.
екінші газдар дайын болды. Төртінші газдар. Онда бірінші, төртінші топ шығады, иә? Бірінші. Сіздердің тақырыптарыңыз көмір өнеркәсібі. Сіздердікі газ өнеркәсібі. Бізге берілген газ Қазақстан газ өнеркәсібі және жас өнеркәсібі болып табылады және ол газ құбырларының арқылы тасымалданады. Қазақстан Республикасында газ нормамен алғанда ол 15-ші орында орналасқан. Тамаша, даусымызды шығарамыз аға Айдар. Ерекшелігі ағашқа қарағанда тез жанады және де адамзатқа бағасы жағынан қолайлы және де газ бізде ілеспе және де табиғи газ болып екіге бөлінеді. Тамаша. Тағы да айта кететін болсақ, Батыс Қазақстан облысында 1980 жылдары Қазақстан Республикасының 70%-ын құрайтын газ кен орны ашылған болатын. Және де тағы да бір мысал, қазіргі таңда Амангелді газ кен орны бізде Жамбыл облысын толықтай газбен қамтамасыз етіп тұр. Газдың қоры 6 миллион 6 триллион метр куб 2002 жылы ұзындығы 635 километр қарашығанақ атырау құбыры салынды. Жарайсыздар. Енді маған осы газ өнеркәсібін қайтадан көрсетеміз. Қайда орналасқан кен орындары газ? Газ кен орны бізде Маңғыстау облыстарында орналасқан болатын және де біз бағана айта кеткендей, газ бізде мұнаймен ілеспе газ болып та шығады, табиғи газ болып. Ал бізде мына жерде бізде бағанағы айтып кеткен Амангелді газ кен орны. Амангелді, Жамбыл облысында Сарысуда Амангелді газ кен орындары бар. Одан кейін Маңғыстау облысында қандай жерде бар кен орындары? Жаңаөзен, Қарашығанақ, Қаламқас деген жерлерде газдың кен орындары бар. Жақсы орындары бар. Келесі бірінші топ шығамыз. Берілген тақырып отын энергетика кешені. Отын энергетика ел бюджетінің қалыптасуына елеулі ықпал етеді. Даусымызды шығарамыз аға қыздар. Мазмұны бізде өнеркәсіп салаларына сипаттама беру 8 жоспардан тұрады және отын өнеркәсібі мұнай, газ, көмір секілді 3 түрге бөлінеді. Тамаша. Отынсыз экономиканы дамыту мүмкін емес. Адамдарға да және қолайлы және сапалы өмір сүрудің отынсыз болмайтыны анық. Қазақстан отын ресурстарының мол қоры бар елдер тобына кіреді. Қазақстанда 208 көмірсутек кен орындары ашылған. Жақсы. Жаңа идея, қосымша ақпарат. Біз қосымша ақпаратты студент бәрі кезек сайтынан алдық. Ол жерде бізде Қазақстанда 3/5 үлесі экспортқа кетеді, яғни отын энергетикалық кешенде. Және де отын энергетикалық кешені біздің еліміздің негізгі валютасы табушысы болып табылады. Жақсы, оқушылар, тамаша отырыңыздар. Келесі екінші топ мұнай өнеркәсібі, иә? Қазақстанда мұнай газ өндірісі жақсы дамыған. Қазақстанда мұнай революцияға дейін 1899 жылдан бастап еңбек кен орындары, 1911 жылдан бастап досы, ал 1915 жылдан бастап мақат кен орындары ашылған. Және де ерекшелігі айта кететін болсам, ерекшелігі бізде мұнайды біз тұрмыстық жағдайда қолданамыз. Оған мысал келтіретін болсам, бензин, еріткіштер, бояулар. Және де осы заманда біз шаруашылықты мұнайсыз елестету мүмкін емес. Мұнай шектенгенде пайдаланылмайды. Оны өңдеген кезде түрлі отын, яғни бензин, дизель майы, керосин және химиялық өнімдер алынады. Жақсы, тамаша. Ал қосымша ақпарат бізде. Ал мұнайды өңдеу барысында пайда болған ауа, газ қалдықтары химиялық шикізат болып табылады. Оны өңдеу арқылы синтетикалық талшық, каучук, спирт, пластмасса, тағы да басқа өнімдер алынады. Тағы да айта кететін болсақ, мұнай кен орындары 1970 жылы Атырау облысында ашылған.
Ол қазір дүние жүзіндегі ең ірі мұнай кен орындары болып табылады. Өте тамаша. Енді бізге мұнай өнеркәсібінің кен орындарын көрсетіңдер. мұнай өнеркәсібінің кен орындары Атырау, Шымкент және де Павлодар. Атырауда Макат, Ол мұнай өңдейтін зауыт, кәсібін көрсетеміз. Енді бізге кен орындарын көрсетіңіз. Мұнай деңіз. Макат, Доссыр және де Ембі. Өте тамаша. Енді қараңыздар, ең алғаш рет қайда ашылып кеткен мұнай? Ембіде 1899 жылы. Тамаша. Одан кейін Доссырда 1911 жылы, Макат 1915 жылы. Атырауда шы? Қаз айттыңыздар ғой. Ақтөбеде 1979. дұрыс, 1979 жылы ашылған екен. Мұнайдың кен орындары сонда қайда орналасқан? Қазақстан қай бөлігінде? Атырау облысы, батыс Қазақстанда орналасқан екен. Тамаша, отырыңыздар балалар. Жақсы. Ал енді кері байланыс береміз, кері байланыс береміз. Так, отырып кеттім балалар. Үшінші топ қалды ма? Келіңіздер. Сіздердің тақырыптарыңыз көмір өнеркәсібі. Бізге берілген тақырып бұл көмір өнеркәсібі. Көмір өнеркәсібі жайлы мазмұн айта кетсек, көмір дегеніміз ол өсімдік қалдықтарынан түзілген жанғыш шөгінді зат. Ал ерекшеліктері көмір бағалы металлургиялық және химиялық өнеркәсіпті шикізат отын ретінде пайдаланады, және де көмір ең көп таралған пайдалы қазба деп айтуға болады. Тамаша. Тағы да ерекшеліктерін айта кетсек, көмір маңызды отын және химиялық шикізат болып табылады. Оның жоғары сапалылығы металлургияда металлды балқытуда қолданылады, көк салу үшін пайдаланылады. Өте тамаша. Қазақстанда көмір қоры көп. Мұнда тас көмір мен қоңыр көмірдің 10 алабы және 300 кен орындары бар. Тамаша. Қазақстанда Қарағанды, Екібастұз, Торғай, төменгі Іле көмір алаптары және көптеген ұсақ кен орындары бар. Жақсы. Қазақстанның жалпы геологиялық қоры 164 миллиард тонна. Тамаша. Енді маған осы Қазақстандағы мұнайдың кен орындарын қайтадан көрсетіңіздерші? Көмірдің кен орындары негізінде Қарағандыда орналасқан, және де Екібастұз маңайында Майкөбеде орналасқан, және де Шығыс Қазақстанда Жайсан көлінің маңында кеңірлік көмір кен алабы орналасқан. және де Қостанай облысында, Торғайда, және де Қостанай облысында Құсмұрын мен Обаған жерлерінде қоңыр көмір кен орны бар. Өте тамаша, жақсы. Отырамыз балалар. Өте тамаша. Ал онда балалар кері байланыс берейік, кері байланыс береміз. Онда бірінші 4 топ шыққан болатын, оған бірінші топ кері байланыс бересіздер. Біз төртінші топ айтқандарынан көмір өндірісі және көмір өндірісі қай алаптарда, қай жерлерде орналасатын географиялық орнын білдік. Жақсы. Енді екінші топ, бірінші топқа кері байланыс береміз. Біз бірінші топтың айтқаннан өнеркәсіп салаларының шаруашылық салаларына әсерін және де олардың дамуы үшін табиғи шарттарды қалай дамыту керек екенін білдік. Тамаша. Онда төртінші топ, үшінші топқа кері байланыс береміз. Бізде үшінші топ көмір өнеркәсібін айта өткен болатын. Яғни біз бұл кісілердің айтқанынан көмір өнеркәсібі қайда, қай жерде орналасқаны туралы білдік. Тамаша. Енді үшінші топ, бірінші топқа кері байланыс береміз. Бірінші топта бізде уран жайлы айтқан болатын. Біз уран жайлы осы қай жерде уранның жалпы өндіретіні, және де қай жерде кен орындары бар екенін мәлімет беріп өттік. Өте тамаша, жақсы отырамыз. Балалар, келесі жұптығымызбен жұмыс жасаймыз. Жұптасып, көршімен сырлас әдісі бойынша. Бірінші топқа балық қаңқасы, екінші топқа кесім диаграммы түсіру. Жауабын көрсетеді. Одан кейін сіздерге кестені толтыру. Сіздерге свод әдісі арқылы көршімен сабақ әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Уақыт 5 минут берем балалар.
Болсаңыздар балалар, елімізді берейге. Бірінші топ аяқтады. Келесі топ. Қай топ аяқтады? Келесі топ. Ондай болса, бірінші топ шыға береміз, балалар. Бірінші топ сіздерді балық қаңқасы. Балық қаңқасы. Бізге берілген тапсырма балық қаңқасы, бізге біріншісі ол проблема. Біз проблемаға отын энергетикалық кешенді өндіру және оны тасымалдаудағы біздің мемлекеттегі бірнеше дұрыс дамымауы. Отын энергетика кешені ел бюджеті үшін елеулі ықпал етеді. Отын өнеркәсібі кешені ауыл шаруашылық салаларына дамытудың базасы. Және қорытындылай келе отын энергетика кешені адам өмірінде де және шаруашылықта да маңызы зор. Жақсы балалар, отырамыз. Рахмет сіздерге. Тағы да қай топ болды балалар? Бірінші топ айтып болды. Қай топ дайын болды балалар? Белгімізді береміз. Үшінші топ болдыңыздар ма? Қатар келеміз балалар. Сіздердікі жауап өтелерсіз бойынша отын энергетиканың орналасқан орнының жалпы қоры шарты белгісін көрсетеміз. Шарт белгісін кім жаза ғой? Кім түсіндіреді Авлетке? Бізде үш отын энергетика кешені берілген, яғни ол мұнай, газ және де көмір. Мұнайдың орналасқан орны ол Атырау, Ембі және Маңғыстау. Газдікі Имаш, Жаңажол, Шыnar және де Күзен. Ал көмірде Қарағанды мен Екібастұз. Мұнайдың жалпы қоры 29,16 миллиард кубты құрайды. Газдікі 6 триллион метр куб, ал жылынан 79,14 миллион тонна. Көмірдің қалыңдығы 120 метр, ал оның жалпы қоры 60 миллиардты құрайды. Ал енді осы мұнай мен газ Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан? Мұнай мен көмір қайда орналасқан? Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан. Ал көмірші? Көмір Қарағанды, Екібастұзда, Торғай облыстарында, және де Шығыс Қазақстанның Жайсаң көлінің жанындегі алаптарында орналасқан. Тамаша. Міне қарасаңыз, бұл жерде мұнай мен газ көмірдің шартты белгілері. Өте тамаша. Екібастұзда, көмірдің кен орындары орналасқан. Солтүстік Қазақстан мен орталық Қазақстанда. Шарт белгілері мұнай, газ және көмір. Отыра отырыңыздар, рахмет. Онда екінші топ картаға келеді. Сіздердікі кескін карта. Отын өнеркәсібін карта берген. Бізге берілген тапсырма отын өнеркәсіптерін картаға берілген. Картадан көрсетеміз, Мен соның ішінде мұнай өнеркәсібін айта кетейін. Бұл жерде Атырау облысы 1979 жылы ашылған. Ең бірінші бізде Ембі қаласында ашылған еді. Ол 1911 жылы. 1899 жылы ашылды. Достар, бізде 1911 жылы ашылды. 1911 жылы, ал Макар бізде 1912 жылы ашылған. Және де Атырау облысында. Атырау 1979 жылы. Дұрыс, тамаша. Одан кейін және де Жамбыл облысында, Амангелді ауылында газдың кен орындары бар. Жақсы. Одан кейін тағы қандай бізде көмір кен орындары, ол бізде Екібастұзда, және де Қарағандыда, және де Қостанай облысында Обағанында орналасқан. Тамаша. Және де бізде енді қазіргі қалғаны қоңыр көмір алабы болып табылады. Олар бізде оңтүстік Зайсанда орналасқан, және де Зайсан көлінің маңында кеңірлік кен орындары бар. Қоңыр көмірдің кен орындары бар. Жақсы, жарайсыздар.
отырыңыз да. Ал келесі 4-ші топ спорт талдау әдісі бойынша жұптық жұмысқа шығамыздар. газдың қолданылуы ол күнделікті жылытуға және де оның бағасы арзан және тез жанады. Ал газдың қолай шығарып атмосфераны улайды, ол газ бөледі. Тамаша. Оның мүмкіндіктері ол күнделікті үй жылытуға, тамақ пісіруге және де автокөліктерге қолданылады. Ал оның қауіп қатерлері адамды улайды, ол газ бөлінгендіктен өкпені уландырады және де газды өндіріс кезінде апаттар болуы мүмкін. Жақсы, отырыңдар, тамаша. Ал балалар, жеке жұмыс, капот платформасы арқылы бүгінгі жаңа сабағымызды тест тапсырмалар бойынша орындаймыз. Балалар 10 сұрақ берілген. Әрбір бір сұраққа 20 секундтан беріледі. Сіздер шапшаңдықпен жұмыс жасауларыңыз керек. Қазақстанда қанша мұнайдың кен орындары бар дейді? Әрбір сұраққа ол 20 секундтан беріледі. Шаршашықпен жұмыс жасаймыз ба? 24, 22, 14, 35. Жылы неше тонна мұнай өндірілді? 9,8 миллион тонна, 8,9 миллион тонна, 8,7 миллион тонна, 7,8 миллион тонна. 6 минут секундтар қалды. Газ өңдейтін зауыттар қай елді мекендерде жұмыс істейді? 20 секунд. Тараз, Қызылорда, Алматы, Теңіз, Екібастұз-Торғай, Жаңажол, Жаңаөзен. Шапшаңдықпен жұмыс жасаймыз балалар. Келесі сұрағымыз 1980 жылдан бастап қай кен орны игерілді? Газ, мұнай, көмір, темір. 12 секундтарымыз қалды. Келесі. Теңіз мұнай кен орны қай жылы ашылды? 1989, 1979, 1999, 2001 жылы. Тамаша, келесі. Ең ірі газ кен орындары. Теңіз, Торғай, Маңғыстау, Екібастұз, Имаш, Қарашығанақ, Атырау, Ерма, Қарағанды.
Ақерке алып бермей келе жатыр. Келесі 1965 жылғы мұнай өндіру көрсеткіші неше тонна? 2 миллион тонна, 1,5 миллион тонна, 23 миллион тонна, 7 миллион тонна. Мейірім алға шықты. Тамаша. Келесі. Қазақстан жер қойнауында неше көмірсутек кен орындары ашылған? 220, 181, 190, 208. Шапшарықпен жұмыс жасаймыз балалар. Ақерке алға түсті. Келесі. Қазақстандағы Қарашығанақ газ конденсаты неше пайызы газ қорын құрайды? 70%, 90%, 80%, 55%. Ал балалар Қазақстан шаруашылық жаңа тақырыптар бойынша, тест тапсырмалар бойынша 3-ші орын Әсемай, 2-ші орын Мейірім, 1-ші орын Ақерке алды. Жарайсыздар балалар. Топ басшылары бағалау парағы арқылы 10-дық балдық бағалау жүйесін бағалап отырсыздар, иә? Енді бүгінгі сабақта нені білдік? Балалар, Аяжан. Бүгінгі сабақта опыт энергетика кешендерінен қай жерде орналасып, қай жерде кеңейтіп алғандар туралы ақпарат білдік. Тамаша. Бүгінгі жаңа сабақта не үйрендіңіздер? Дилназ. Мұнай өнеркәсібінің қай жерде орналасқандарын бүгінгі сабақта меңгердім. Тамаша. Тағы кім қосары бар? Айзере. Бүгінгі сабақта картамен жұмыс жасады және отын энергетикалық кешеннің қанша түрі бар екенін. Тамаша. Онда бүгінгі топ басшылары бағаларыңызды айтып өтсеңіздер. Бірінші топ. Бізде бірінші топ 6 оқушы, біріншісі Күреген Айзере 9 балл, Бейсенбай Мейір 10 балл, Жосал Олжас 8 балл, Мұхтар Нұрай 9 балл, Бейсенбек Нұрайым және Аржан 8 балл. 8-9 балл 5 балл, ал 6-7 4. Тамаша. Екінші топ. Бізде Қойшыбай Елжан 9 балл, Бейсенбек Жандияр 6 балл, Елемес Орал Төре 8 балл, Төлеген Дильназ 8 балл, Айдар Тоғжан 8 балл. Тамаша, жақсы. Үшінші топ. Үшінші топ Ақерке Орынал, Әсемай 9 балл, Димаш 8 балл, Қазбек 7 балл, Нұрай 8 балл. Тамаша. Төртінші топ. Төртінші топта 5 адам, Сәрсенбай Назерге 10 балл, Қалбай Еспол 8 балл, Амантазир 9 балл, Алтай Айбар 9 балл, Насахан Аяжан 10 балл. Тамаша, сіздерге көп рахмет. Бүгін сабақ түсінікті болды ма? Үйге тапсырма аламыз. Қазақстанның шаруашылық салалары есе жазып келеміз балалар. Сау болыңыздар.